Барлықтарына сәлем оқушылар. Бұл 10 сынып дүниежүзі тарихының бірінші сабағы өркениет түсінігі, дамуы, зерттелуі деп аталады. Бүгінгі сабақта өркениеттің ұғымымен, өркениет түсінігінің бағыттарымен, таңдаулы негізгі бағыттарымен және де өркениеттің жалпы бағыттарымен танысатын боламыз. Оқушылар, бұл 10 сынып көбінесе тарихи философиялық тұрғыда жазылған, сондықтан да кейбір заттар түсініксіз болып қалуы мүмкін, сондықтан да бірнеше рет осы сабақты көрулеріңізге кеңес беремін. Өркениет ұғымына келейік. Жалпы өркениет деген сөздің мәнін түсіндіру үшін 200-ден астам түсінік бар екен. Латын тіліне аударған кезде өркениет деген сөз азаматтық қалалық мағынаны береді. Яғни өркениетті адам деп ежелгі мысалға Рим империясында азаматтығы бар белгілі бір қалада тұратын адамды айтқан екен. Негізгі қатысты ұғымдар мәдениет, локалды мәдениет, мәдениет немесе этностың даму кезеңі. Осындай ұғымдар өркениет деген ұғымға жақынырақ екен. Өркениет ұғымын қоғамтану ғылымында Вольтер, Дене Дидро, Шарль Монтескье үлкен мирабой енгізген екен. Бұл ағартушылық дәуірдің қайраткерлері, осы қайраткерлердің арқасында өркениет түсінігі ұғымы қалыптасты. Өркениет мысалға бостандық, әділдік және құқық салтанат құрған азаматтық қоғам деп француз ағартушылары атап өткен екен, Вольтер бастаған. Ал Карл Маркс пен Фридрих Энгельс бұл өркениетті жабайылық пен тығылықтан үстем болған адамзаттың тарихи даму кезеңі. Енді бұл кісілер атеист болғаннан кейін, былайша айтқан кезде маймылдан қарапайым біз білетін адамға дейін айналуы бұл өркениеттің қалыптасуы деп түсіндірген екен. Мысалға Хантингтон мен Ясперс өркениет мәдениет тұтастығынан пайда болу деп ерекше атап өткен екен. Оқушылар, мына әр адамның не айтқанын біліп алған дұрыс, себебі енді де керек болуы мүмкін. Мысалға Хантингтон немесе Ясперстің өркениетке қатысты айтқан сөздері деп. Енді өркениет ұғымын танудағы бағыттар. 19 ғасырда өркениет ұғымын танудың негізгі 3 бағыты болған екен. Бірінші унитарлы. Бұл унитарлы бағыт бойынша өркениет адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының идеалы, әсіресе техникалық тұрғыдан. Бұл жерде адамзат біртұтас дамиды. Екінші бұл сатылы. Сатылы бағыт бойынша адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының кезеңі болып табылады. Идеал емес, андай бір көкке көтеріп қойып соған ұмтылатын. Бұл жай ғана бір кезең ретінде. Яғни мысалға жабайылық пен барбарлық кезеңнен айыру деген секілді. Бұл бір кезең ретінде қалыптастырады, сатылық вариант. Локалды тарихи өркениетті қарастыратын болсақ, бұл сапалы әртүрлі ерекше этникалық немесе тарихи қоғамдық құрылым өркениеттердің алуан түрлі идеясын қалыптастырады екен. Яғни локалды тарихи мысалға ислам. Ислам бұл әртүрлі халықтардан құралған, бірақ та бұл ислам өркениетін, жалпы араб өркениетін осы ислам діні біріктіреді екен. Өркениеттердің алуан түрлік идеясын Гумбольдт, Гизо, Гобино, Данилевский, Освальд Шпенглер еңбектерінде көрініс тапқан екен. Енді ұғымды анықтайтын ағымдарға тоқталайық. Өркениеттің түрлі анықтамаларын эволюциялық және өркениеттілік мағынасының айналасында топтастырады. Эволюциялық бағыттың анықтамасы бұл адамзаттың жетістігі жабайылық пен варварлықтан жоғары көтерілу. Бұл Фридрих Энгельс пен Карл Марксқа жақынырақ. Эволюциялық бағыттың өкілдеріне міне жаңа сөзіме дәлел Фергюсон, Морган, Маркс, Энгельс деген материалистер жатады екен. Өркениеттілік бағыттың анықтамасы тарихи тағдыры ортақ, құндылықтар жүйесі мен әлеуметтік реттік механизм біртұтас қауымдастық деп түсіндіреді екен өркениеттілік бағыт. Эволюциялық бағыттың субъектісі барша адамзат болатын болса, ал өркениеттілік бағыттың субъектісі локалды өркениет болып табылады екен. Оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге өркениеттің ұғымы, оның түсінігі және оның бағыттарына тоқталдық. Назарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.